Әйелдің көзі оның негізгі қаруы десек артық айтпаспыз. Бірақ кейде көзіміздің астындағы қара дақтарды, кішігірім әжімдерді байқайтынымыз бар. Сұлулығымызға нұқсан келтіретін мұндай кедергілерден қалай құтылуға болады? Жалпы қара дақтан құтылу үшін қиярды домалақтап тұрып, 10-15 минутқа көзімізге қоямыз. Ал көзді бояу барысында қара дақты қалай жасыруға болады? Ондай кемшіліктер жоқ. Кейбір аруларымызда болады, көздерінің астында қара дақтар болады, немесе ісіп тұрады көздері. Ондай жағдайларды жасыру үшін біз консилер қолданамыз. Консилер беттегі кейбір кемшіліктерді жасыратын құрал. Жалпы көздің астында қара дақ түрлі аллергиялардан, ұйқының қанбауынан, тамақты тоя жемегеннен, түрлі стресстерден пайда болады. Айтпақшы, көзіміздің айналасындағы ұсақ әжімдерден қалайша құтылуға болады екен? Көзінің шетінде әжімі бар әйелдерге майлылық проценті, майлылық пайызы көп крем жақса болады. Немесе вазелин сатып алып, сол вазелинмен сол әжімді визуалды түрде жасыруға болады. Жалпы көзді бояуға әрбір ару мұқият қарайды. Өйткені көз адамның ішкі жан дүниесінің айнасы іспеттес. Осы орайда арнайы маманнан көз бояуға қатысты бір-екі ақыл кеңес сұрап көрдік. Ендеше арулар құлақ тұрыңыздар. Ең алдымен күндізгі макияжда көзді қанық әрі жылтыр бояулармен бояуға болмайды екен. Ал екіншіден, біздің аруларымыздың көбісі кірпіктерін кірпік қысқышпен қысып, кірпіктерін сөйтіп әрлегісі келеді. Бұлай жасаудың қажеті жоқ, себебі кірпік қысқыш арқылы біз кірпігіміздің табиғилығын бұзып, олардың сынуына әкеп соғуы мүмкін. Біз тек қана тушпен ғана жұмыс істейміз. Әйгерім Бақытқызы, Михаил Волобуев, Жаңа күн.